Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі әрі тәтті муравейник пен вафли әзірлейтін боламыз. Бірінші вафли дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, ұн, қант және де маргарин керек болады. Бірінші жұмыртқаларымызды қантымызбен араластырып алатын боламыз. Толық мөлшері төменде көрсетілген, тағы да көріп алсаңыздар болады. Енді осыны қантымызбен араластыратын боламыз. Ақ көпіршік болғанша. Міне осындай болып араласу керек. Және де маргариніміз бөлме температурасында тұрғаны жақсы. Бір маргаринді түгелімен салып жібереміз, яғни 180 грамын. Маргариніміз толықтай ерігеннен кейін ұнды жай-жаймен салып отыратын боламыз. Жай-жаймен салыңыздар, себебі бірден салып жіберсеңіздер жаман болып кетуі мүмкін, дұрыс шықпай қалады. Сондықтан осындай қоюлық болғанша көз мөлшерімен салып отыратын боласыздар. Бірінші маймен сылап аламыз вафельницамызды. Және де мен максимумға қойып пісіремін, себебі бұл өте тез пісіреді, өте ыңғайлы. Минимумға қоятын болсаңыздар ұзақ пісіп кететін болады. Осылайша орап сала беретін боламыз. Міне, бір қасыққа жеткізбей, жарты қасықтан сәл үлкендеу қылып аламыз, себебі егер көп салсаңыздар сыртына тасып кетеді вафлиларыңыз, сондықтан аз-аздан салып отырғандарыңыз жақсы. Осылайша барлығын пісіре беретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Тез дайындалады, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Максимумға қойсаңыздар жанында отырып бақылап отыруларыңыз керек. 5-10 секундта тез піседі, әйтпесе күйіп кетеді қап-қара болып. Міне осылайша пісіріп ала береміз, және де тездетіп ораймыз, себебі ол бірден қап-қатты болып қалады. Міне осылайша қалғандарын да пісіріп аламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер, рецепт ұнаса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді біздер муравейник әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздер маргаринді ертіп аламыз. Және де қант саламыз. Сонымен қатар майонез саламыз кішкене. Енді осыдан қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Міне. Он 15-20 минутқа тынықтырып аламыз. Бірінші холодильникке салып. Егер қамырларыңыз қатты қатқан болса, теркадан өткізулеріңізге болады. Қатпаған болса, мясорубкадан өткізіп алыңыздар. Міне, мен қалған мясорубкамен өткіздім. Тартқышпен, яғни енді осыны 180 градусқа қызып тұрған пешке 10-15 минутқа қойып аласыздар. Өте тез піседі, қарап тұрыңыздар. Енді осыны жай-жаймен үгітетін боламыз. Дайын болған муравейникке сгущенкамызды араластырып жібереміз. Біздерде муравейник дайын. Міне осылайша рюмкаға әдемілеп салсаңыздар болады. Егер рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.